Саламатсыздар ма? Бүгін қазір Армс лабораториясында жазғы ғылыми мектеп бойынша робототехника саласындағы балалардың жасап жатқан жұмыстарымен танысамыз. Қазіргі бірінші жұмыс ол инпайп, құбырды инспекциялайтын робот. Жүріңіздер. Мынау Армс лабораториясының ең бас лабораториясы. Осы жерде студенттердің қазір жасап жатқаны, оқушылардың жасап жатқаны мынандай робот. Бұл роботтың ең басты мақсаты ол құбырдың ішінде инспекция жасайды. Мысалы, қоқыстан тазалайды, немесе коррозияны анықтайды, немесе егер сынық, егер ішінде басқа да бөгде заттар болатын болса, соны анықтауға болады. Қазір мына студенттер осындай құрылғыларды дизайн жасап, 3D CAD модельде. Осыны қазір 3D принтерден шығарып жатыр. Мына жерде роботтың қолы, қалай басқарылады, механизмдері, сол механизмдердің бәрін біріктіріп жасап отыр. Мына жерде бізде бір бала отыр. Бұл жердегі бала роботтың басқару жүйесін, моторларын қазір басқарып, осы сияқты үйретіп жатырмыз. Осының алдында бізде 2 апта лекция болды. Сол 2 апта лекцияның ішінде біз мынаны басқаруды қалай басқару керектігін үйреттік. Қазір бізде 3 мотормен, қозғалтқышпен біз осыны басқарамыз.